Assalamu алейкум, құрметті көрермен. Жемде тұрған біздегі тай мен дөненімізге міне шай болды. Айырмашылығын өздеріңіз астына комментарияға жазып кетіңіздер. Bunun videosu var менің каналымда. Бірінші жағдай қандай болған видеосын қарап, бағалап кетсеңіздер болады. Екіншісіне келетін болсақ, бұл бізде дөнен ғой. Бұл екеуі бізде бұқадан жаман болды. Бәрін қопарып, сындырып, орындардың бәрін. Мына ертте байқап тұрған шығыстыр. Бас кезінде мұны жерге байлағам. Алдында видеода көрсеңіздер болады. Мынау осының жанында тұратын. Дөнен мына жерде тұратын. Одан кейін мына тай. Бірінші мына жерде тұрып, одан кейін әр жағына байланып сөйтіп орындарын бәрін былықтырып. Қазір енді осылай ауыстырып қойдық. Қазір 3 айдан кетті, 3 айдан асып баратыр. Өздеріңіздің бағаларыңызды, сындарыңызды, ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға жазып, бөлісіп кетіңіздер. Жалпы бола ма, болмай ма? Көтерілген ба, көтерілмеген ба? Өздеріңіз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Мына жақта біздің бұзаулар. Ош-жылғы бұзаулар. 4 еркек, 1 ұрғашы. Алла қаласа, ішінде аткорымға кетеді. Аткорымға байлайтындар бар. Осылай адамға келіп тұрады достар. Адамнан қорықпайды. Осы екі бұзау. Осы бұзау, ана бұзау. Адамға кеп, қасынып, жалап тұрғанын жақсы көреді.